Ассалаумағалейкум достар, сәлем нұреке кәрімпі достар, қалайсыздар, амансыздар ма дегендей. Достар, әрине мен бүгін Black Rossi'дан видео түсіріп отырмын. Видео шықпағанына бір айдан асты. Қайда қарап отыр? Ё-майё. Бір жағынан желание жоқ, бір жағынан мотивация жоқ. Желание болғанда енді сабақ дедік, сабақ бітті уже бір апта болды дегендей оғанда сылтау көп қой айтсақ негізше. Әрине мен жаңадан шыққан жаңа серверге келдім. Санкт-Петербург деген СПБ деген жаңа серверге келген болатынмын. Яғни кіргізбей жатыр. Сағат уже 5 болып жатыр. Акимат қайда қарап отыр десеңіз. Өтпей қалған прикол, пехат ететін досың болып отыр. Мен бүгін настроением бір жақсы болып, сіздерге бір жақсы мотивациямен видео түсіріп отырмын. Так, бұл видеоны негізімен кеше бастаған, кеше түсіріп қойған, бірақ кеше неғылбен, бірақ үнше шықпай қалған екен. Видео бітпей қалған екен, мен видео түспей қалды деп ойлап қарамасам, бүгін қарасам видео түскен екен, бірақ до конца түспепті. Сим карта алып жатқан жерінен уже видео ұшып қалған. Бір жағынан телефон слабый, ал 10 дегендей ол 32 ғана память болып табылады. Соның өзі осыны көтеріп отыр. Память толып қалады, мына видео түсірсем, сосын видео память толса автоматически өшіп қалады видео. Қазір мен кіруін күтіп отырмын, кірсе видеоны жалғастырамын. Так, кірдік, яғни скин, дәл осы скинді таңдадым. Біздің қоржынымызға 200 рубль берді. Яғни қолымызда 200 рубль бар. Откровение айтпақшыдай жаңа обнова шыққан болатын. 2 күн бұрын шықты, әрине. Дәл осы шыққан болатын, дәл осы серверге келіп неғылдым. Яғни, достар, бір жағынан айта кететін болсам, квестерді орындап, 2-3 өлгенге жетем. Яғни айтатын болсам, мен атымды Нұреке Эдвардс деп қойдым. Неге екен білмеймін, бір досым Нұреке Эдвардс десе, бір-екі ютуберлер бар, солай деді. Дәл осы серверге ауысып жатыр, сен де ауысып жатсың ғой, болса да солай қой, бірге дамисыңдар ғой дегендей айтты. Дәл солай қылып айтты да. Так, біз қазір барып номер алып көреміз. Яғни GPS деп жазып, жақын маңдағы банкқа барып, ешқандай жұмыссыз барып аламын. Мен телефонымда көп күттім, мына серверге кіруін, одан да көп күттім. Яғни қазір банкқа барып, не ашам? Банкоматский карта. Яғни карточка ашатын боламын дейшіне. Дәл солай маған қоржыныма бір ақша беретін болады, белгіленген суммада. Дәл солай мен алып номер ашатын боламын. Яғни күтіңіздер. Неке біз банкқа жетіп қалдық. Бір жағынан айтатын болсақ, дәл осы таласам басатын болсаң, встречка жүретін болсаң, вообще қиын болып кеткен екен. Уже ала береді. Короче, Black Rossi бұрынғы Black Rossi емес, бір басқа жаққа қарай өзгеріп жатыр Black Rossi деген. Банкқа келіп, открыть новый счет. Мен аша салайық енді бір. Бізге басқасын аша алам, пока все аша салам. Аштық, квест орындалды. Біздің қоржынымызға 5000 рубль берілді. 5000 рубльді дәл қазір біз алып, номер алып көретін боламыз. Яғни сағат уже 6 болып жатыр. Соның өзінде номер алып көремін барынша. Дәл осы жақын маңда магазин болу керек. Наште бар екен. Ең алдымен телефон аламыз, сосын барып, оған тағы да ақша береді. Солай номер аламыз. Бұналардың бәрі уже номер алып отыр. Потолок болып отыр, короче. Үште кірсең уже 707 сондай мықты нөмерлерді аласың. Мен қазір нөмер берді маған. Күртті емес екен. 5 сандық біреулер 7 сандық болып жатады. Ол уже не то. Барынша қазір номер алуға тырысамыз. Жас көрейікка бір-екі оймам тым номер келмей келеді үшше.
707. Бұл жиымдай нөмірлер занят. Так. Вроде крутой нөмірлердің бәрін алып қойған секілді. Так, біз мына жерге нөмір жаза береміз. Оған дейін тағы бірден қайта кетейін. Обновлениеда автошкола өзгерді. Енді ол Батировада емес, енді Латкарин. Яғни бәрінің ойы уже басқа жаққа кетіп жатыр. Уже алыс, қалай барасын, уже қиын болып кетеді дегенде, я басында менде де дәл солай болды. Яғни мен кеше ойынға кіріп, дәл осындай нөмір алып болғаннан кейін шықып, және де не алуға бардым. Яғни мен машина жайлы онша қатты зың біле бермеймін. Основной бір-екі правила анау-мынауларды білем. Яғни барлығын біле бермеймін. Кіре салып, басындағы не шығар деп ойлап едім. 2-2-1-1 дегендей басында праваның ответі дәл солай болатын. Батировада кезінде, қазір Литкаринада уже 15 сұрақ болған екен. Яғни орысша 15 сұрақ. Кіріп аштым, қарадым, іздедім, істедім, болған жоқ. Тағы да істеп көрейін дедім да, тағы да істеп көрдім. Бардым, ақша жинап қайттан келдім. Тағы 2 рет, 3 рет аштым, ода да болған жоқ. Кейін барып, екінші рет жетіп, уже әлі менде біреуіне де права жоқ. Барып 40 мың теңгедей жинадым. 40 мың, 50 мың теңгедей жинап, курьер болып, яғни автобустың өзі әзірге істемей тұр. Біреулерің таппай атқан шығарсыздар, автобус қайда дегендей. Автобус уже вокзалдар да ауысып кеткен, бұрынғы вокзал жоқ. Мен өзім көргенім Батированың артында сол жерде тұр. Батирова вокзал бар ғой, соның арт жағында сол жерде аренда автобус тұр, бірақ недоступен болып тұр. Так, достар, видео осы жерден бітеді. Жаңа меткамен, жаңа бір басқа жол қарайыншыған. Осымен мен жол кесе салайық. Ешқандай алған жоқпын. Кейін лицензияларда законға бірден сатып алу керек. Законды бес білек қойын. Мен жаңа бір басқа жол қарайыншыған. Ол да болған жоқ, дымға жетпейді. Нақтан жол кесе салайық. Достар, видео соңына жақындап келе жатыр. Кейін лицензияларда законға бірден сатып алу керек. Законды бес білек қойынға закон сатады екен, тем более мына неден жүрсең, полосадан ассаң не береді екен. Қазір амандықта жүріскенше сау болыңыздар, достар.